Видеоларымды көре бастағанда тиктокта шын айтуым керек, мен өтірік айтқым келмейді. Мен мына бала қалай өзі кішкене бір түрлі сияқты деген бір ой келіп қалды маған. Неге? Себебі сен елмен ұрысып отырдың, ол бір, қатты ашу үстінде болдың, екі, одан кейін астында комменттерді бір оқып шыққанда тіпті саған жала жауып жатқандар да өте көп болды. Жала жатқанда бар, шындық айтып жатқандар да бар. Кез келген адам менсіз адам жоқ. Мен мойындаймын. Менде минус үлкен. Мен тиктокта танымалдықты көтере алмадым. Оны мойындау керек. Қалай айтсам болады, адамдарға уже жекіріп сөйлейтін бар. Мысалы, тыныш отырып сұрағына жауап берген кезде, енді жас болған соң, ай, не істесек болады деп отырасың да, бастайсың да. Түсінікті. Яғни өзіңнің танымалдылығыңды арттыру үшін сен де біле отырып, жаңағыдай бір әдейі боқтап, әдейі сондай әрекеттер жасадың. Боқтағаным да бар. Ол боқтап тұрып, боқтатқызғаным да бар, біреудің жынына тиіп, мысалы. Ол енді біз... Танымалдылық саған өзіңнің қайырымды ісіңді жасау үшін қажет болды. Негізі, иә. Иә, ашығы, иә, осылай. Ашығы. Мысалы, сен қанша адамға осы уақытқа дейін көмектестің және де қалай көмектестің? Примерно бір 500-ге жуық адамға көмектестік, үлгердік. Қандай заттай ма, білмеймін, ақшалай ма? Продукты жағынан көмектестік. Кейбір кезде 2 рет, 3 рет кездесіп қалатындар да болады. Енді Астана бір қатты үлкен емес қой. Кездесіп қалатындар бар, танып жататындар да бар. Сізді күттік қой деп. Бірақ мен мәселе продукты емес, бана айтып жатырмын, эмоция бергім келеді. Кейін бағытымды бір бағытта жүрмейінш, өзгертейінш, кішігірім деп, жаңағы пранк сияқты, социальный эксперимент сияқты түсірген едім, абыройымды жұрдай қылдым. Ол болмайды екен да. Маған ешкім ақыл бермейді. Мен өзім оймен сызып отырам да, эксперимент қылып жіберем. Неге мазақ қылып бересің? Түсінбегендер көп болды. Хейттер көп басталды. Күніне мысалы саған қайырымдылық жаса деп карточкаңа қанша ақша түсетін? Күніне бір 300-ның, 200-ның түсетін де бар. Күніне? Күніне. Яғни саған сеніммен сонша ақшаны адамдар жіберіп отыр, көмектесіп қарайды. Одан бөлек маған өзіме жіберетін бар, мысалы хабарласады, інім мен атынан саған, лично саған қажылыққа барасың ба? Жоқ. Онда баратын болсаң айт. Кәсім шалбар киесің ба? Лично менен дейтіндер өте көп болды. Лично, мысалы, менің қайырымдылық бағытыма емес, маған көмектесем дейтіндер көп болды.